Бастай берейік онда, өйткені өзде біраз уақыт кешігіп қалдым мен. Бір жұмыстар болды да, сонымен қалып қойдым. Біраз уақытқа дайындалып біткенше біраз уақыт өтіп кетті. Так. Сонымен бірінші есеп мынау нұсқа ұбт-да келген нұсқа 2017 жылы және ұлттық тест орталығынан тексеруден өткен нұсқаның бірі. Бірінші есеп өрнекті ықшамдаңыз деген есеп екен. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Берілгені көрініп тұрған шығар. Сонымен бірінші есеп өрнекті ықшамдаңыз дейді. Бұл бізде дәрежеге шығару деген қасиетті білуге арналған. Егер негізі 1-2 санды бөлсең, дәрежесі азайтылады деген сияқты. Осы қасиеттерді білуге арналған есеп екен. Біріншіден, біз не істеуіміз керек? Дәрежені дәрежеге шығарып алуымыз керек екен. Ол қалай? Дәрежені дәрежеге шығарған кезде білеміз, дәрежелер не істейді? Бір-біріне көбейтіледі. Яғни, с-ның 12-ден 5 дәрежесі көбейтілген 1,2 дейді. 10-2 қысқартатын болсақ, не болады? 5-тен 6. Міне, дәрежені дәрежеге шығардық. Бөлу. Келесі санды да солай дәрежесін шығаруымыз керек. 3-тен 1 көбейтілген, минусты мына 3-тен 1-дің алдына қоя салайық. Көбейтілген 1,5 деген ол 2-ден 3. Сонымен дәрежені дәрежеге шығарып алатын болсақ, мына жерде қысқаратын сандар қысқарады. 6 мен 12 қысқаратын жерде 2 қалады. Сонымен с-ның 2-ден 1 дәрежесі бөлінген. Мына жақта 3 пен 3 қысқарады. С-ның минус 2-ден 1 дәрежесі. Енді екі сан негіздері бірдей болған кезде бөлінсе, онда дәрежелер азайтылады. Яғни 2-ден 1-ден минус 2-ден 1 азайтылған кезде қосу болып кетеді. Сонда с-ның 1 дәрежесі, яғни с шығады деген сөз. Есептің жауабы мына Д нұсқасында тұр. Келесі, екінші есеп. Екінші есепте теңдеуді шешіңіз дейді бізге. Қазір сіздерге мынау кішкене кедергі жасап тұрған сияқты. Уақытты мұнда қойып қойсылайын. Келесі. Теңдеуді шешіңіз. X квадрат қосылған 2017 тең 2016 көбейтілген ондық логарифм санында 0,1 дейді. Біз не істейміз? X квадрат қосылған 2017 тең 2016 LG 0,1 дегеніміз не? LG дегеніміз біріншіден ол ондық логарифм. Мен енді бұлай түсінікті болу үшін ашып жазайын. 0,1 деген 10-1. Логарифмді білетіндер бұны бірден түсініп отқан шығар. Білмейтіндер болса, оның қанша дәрежесі 10-1 десек, бізде логарифмнің мәні қаншаға тең екен? Минус 1-ге тең екен. Яғни мына жақтан бізде минус 2016 деген сан шығып тұр. Ал 2017 не істейді? Ол да минус 2016-ның қасына минус 2017 болып барады. Яғни ауысат таңбасы барған кезде. Сонда бізде мына жақтан минус 4033 деген сан шығып тұр. Енді бізде ешқандай x квадрат, яғни дәрежесі жұп болған өрнек ешқашан минус санға, теріс санға тең бола алмайды. Сондықтан бұл есептің шешімі жоқ деген сөз. Ол түсінікті шығар бәріңізге. Келесі, үшінші есеп. Теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Өте оңай, орнына қоюға болады. Біріншіден, біз не істейміз? Былайынан жазып алайық. X қосылған y тең 2-ның 1 дәрежесі 2 деп осылай тексерген ыңғайлы болады. X минус y тең 2-ның 2 дәрежесі 4. Енді осыған қойсақ та болады. Негіз шығара салған тез сияқты. Екеуін қос жерсек, екі теңдеуді бір-біріне. X пен x 2x болады. Y пен y жойылып кетеді. 4 пен 2-ні қоссақ 6, x тең 3-ке. Яғни біз x-тің 3 екенін таптық. 3 деген өзі бір ғана нұсқада тұр. Ол Б нұсқасында. Яғни біз y-ті тауып отырдың қажет жоқ, өйткені бір ғана нұсқада 3 деген не тұр? Жауап тұр. Сондықтан арғай y-ті таққан жоқпыз. Келесі. Фотоаппараттың 40%-ке арзандағандағы бағасы 12.000 теңге болса, бастапқы бағасын табыңыз дейді. 40%-ке арзандаған деген сөз, ол бастапқыда 100% болған, яғни 40%-ке арзандаған кезде қанша болған ол?
Сонда 60% болған кездегісі дейді бізде 12.000 теңге дейді. Ондай болса, ол бастапқы бағасы, яғни 100% кезінде қанша болған дейді. 100% кезіндегі фотоаппараттың бағасы. Яғни бізде не? Пропорция болады кәдімгідей. 12.000 көбейтілген 100% бөлінген 60% дейді. Енді бұл жерде түсінікті болып тұр бізде. Мынау 1-0-ді мұнамен жіберсек, бізде қысқартсақ 2. Сонда бастапқы бағасы қанша болған? 20.000 теңге болған деген сөз товардың бағасы. Сонда есептің жауабы Б нұсқасында екен. Бастапқы бағасы 20.000 теңге болған. Келесі. 5-ші есеп, теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз дейді. Өте оңай теңсіздік. Әрқайсысын жеке-жеке нөлге теңестіреміз. Енді бұл жерде тек қана бөлімнен ғана не шығады? X шығады, өйткені алымда X жоқ. 7x қосу 1-ді нөлге теңестіреміз. X тең болады минус 7-ден 1-ге. Не істейміз? Осы санды өске саламыз. Минус 7-ден 1-ді белгілейміз. Бірақ оны бізге бояуға болмайды. Минус 7-ден 1 таңба үлкен. Үлкен деген сөз, яғни оң жақта плюс шексіздікті бояймыз деген сөз. Сонда есептің жауабы минус 7-ден 1-ден жай жақша плюс шексіздікке дейін болады. Есептің жауабы Е нұсқасында. Болды, қарапайым есеп. Барлықтарыңызға бұл түсінікті деп ойлаймын қазірше. 6-ші есеп, теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Яғни бізде уже екінші теңсіздік беріліп тұр. Бұл да қиын емес. 2-нің x қосу 2 дәрежесі үлкен 8 дегеніміз 2-нің кубы. Яғни екеуінде біз бір санға келтіруіміз керек. 2 мен 2 қысқарады. Бұл жақта түсінікті не шығатын. Астында 3-тің 2x минус 1 дәрежесі кіші 243 деген 3-тің 5 дәрежесі. Бұл жерде де 3 пен 3 қысқарып кетеді. Сонда не қалды бізде? X қосылған 2 үлкен 3-тен 2x азайтылған 1 кіші 5-тен. Яғни мынандай жүйе пайда болады. Ары қарай енді оны тез-тез өрнектеп жүрсек, мынау бізде 1 болады. Мына жерден минус 1 плюс 1 болып барған кезде 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3. Яғни мынандай жүйе пайда болады деген сөз. Енді бұны шығару бір қиын нәрсе емес. 1-ден үлкен дейді. 1-ден үлкен және 3-тен кіші. 3-тен кіші десе сол жаққа қарай кетеді. Сонымен екеуінің қиысқан жері есептің жауабы болады. Сонда ол 1 мен 3-тің арасы А нұсқасында. Келесі. Шектеусіз кеммелі геометриялық прогрессияның қосындысын табыңыз, егер b1 берілсе және q берілсе дейді. Енді еселікте берілген, бірінші мүшеде берілген, өте оңай есеп. Шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның өзі бір ғана формасы бар. S тең b1 бөлінген 1 минус q деген. Міне осыған саламыз. b1 дегеніміз 18, оны бөл дейді 1 азайтылған 3-тен 2-ге. Сонда 18 бөлінген 1-ден 3-тен 2-ні азайтсақ бізде 3-тен 1, ал 3-тен 1 бөлінген кезде көбейту болып барады да 18-бен көбейтіліп бізде 54 деген сан шығады. Ол С нұсқасында. Келесі есеп 8-ші функцияның өсу аралықтарын табыңыз дейді. Өсу аралық дегеніміз не? Өсу аралық дегеніміз өте қарапайым ережесі. Функцияның туындысын тауып, 0-ден үлкен деп теңсіздік шығарамыз. Функцияның туындысын табайық. 3x квадраттың туындысы 6x, 6x-тің туындысы 6. Осыны біз не етуіміз керек? 0-ден үлкен деп кәдімгі қарапайым теңсіздік шығарамыз. Енді тең қоюға да болады, бұл жерге қоймауға да болады, ешқандай бір онда тұрған ештеңе жоқ. Кейде қояды, кейде қоймайды. Сонымен x үлкен болады, немесе тең минус 1-ден. Бұл жерде енді ол есептің жауабы не болады сонда? Минус 1-ден плюс шексіздікке дейін. Ол С нұсқасында тұр. Кему аралық десе енді кішкене логика бар болса түсінікті шығар, не болады?
кіші нөлден де боласыз. Ары қарай 8-ші есеп. Графикке тиісті нүктені табыңыз дейді. Өте оңай есеп бұл да. Мына графикке, мына шеңберге қатысты бір нүктені тап дейді. Енді біз не істейміз? Мына нүктелерді тексеріп көрейік. 3-те 3 дейді. 3-те 3 деген қай нүкте? X-і 3, Y-гі 3. Ол нүкте, мен қазір көрсетем. Мұнда тұр. Бұл нүкте бізде шеңберге ешқандай қатысы жоқ, көріп тұрсыздар. 0-де -9 дейді. Бізде -9 деген сан мына графикте мүлдем жоқ, даже көріп тұрсыздар. Астында кетіп қалған. -9 деген мына жерде мүлдем көріп тұрған. Сондықтан оны мына жерден даже көрсету де қиын болып тұр. Так, -3-те 0 дейді. -3-те 0. Міне -3 деген x-ті таптым, y-гі 0 дейді. Міне ол нүкте. -3-те 0. Шеңберге тиісті ма? Графикке тиісті. Есептің жауабы не болады онда? -3-те 0. Ал қалған нүктелер 0 мен 9 деген санды жерін көріп тұрғанда жоқпыз. 1-де 3 деген қай жерде тұр? 1-де 3 деген сәл ғана шеңберден жоғары тұрған нүкте, сондықтан есептің жауабы С нұсқасы деген сөз. Келесі, дұрыс төртбұрышты призманың табанының ауданы 144, ал биіктігі 14. Призманың диагоналін табыңыз дейді. Так, призма деген бізде не нәрсе ол? Қазір призманы салып көрейін мына жерге тез-тезе. Дұрыс төртбұрышты деген сөз, ол призманың табанында квадрат жатыр деген білдіреді. Яғни, қазір мен сызып көрейін тез-тез мына жерге. Призма болсын, енді кішкене қисық қалды. Осы призманың ауданы, табанның ауданы, табанда не жатыр дедік? Квадрат жатыр. А квадрат тең дейді 144-ке. Біз уже призманың табанын таба алады екенбіз. Ол қанша екен? 12. Яғни табанда 12 болатын квадрат жатыр. Ал биіктігі дейді, биіктігі дегеніміз мынау, ол 14-ке тең. Ондай болса призманың диагоналы дейді. Ал призманың диагоналы қай жерде? Призманың диагоналын табу үшін біз мына төбесімен мына жақтағы жатқан төбені істеуіміз керек, қосуымыз керек екен. Міне, мынау бізде қызылмен белгіленген призманың диагоналы. Оны табу үшін біз не істеуіміз керек? Табанның диагоналын қосуымыз керек немен? Биіктікпен. Міне, сонда бізде не пайда болды? Тікбұрышты үшбұрыш пайда болды. Мына ішінде тұрған қызыл тікбұрышты үшбұрыш. Енді оның мынау бізде гипотенузасы болып тұр. Диагонал дегеніміз. Диагоналдың негізі тікбұрышты параллелепипед қой, призма дегеніміз бізде негізі параллелепипедтің барлығы призмалар. Призма деп неге барлығына жалпы атау бергенде? Мынандай формула бар негізінде де. Так, тікбұрышты параллелепипедтің диагоналын табатын формула түбір астында а квадрат қосу б квадрат қосу с квадрат. Міне, мынау бізде тікбұрышты параллелепипедтің несі? Диагонал. Осыны қолданып жүруге болады мына жерде негізінде. Яғни ол қалай болады? Түбір астында 144 деген а квадрат, яғни 196 қосу 144 қосу 144. Сонда не болады бізде? Мына жерде қателеспесем 484 шығатын сияқты. Ол бізде 22-нің квадраты. Ол түсінікті шығар, бізде призманың диагоналы 22-ке тең. Мынау қайдан келген нәрсе? Бұл мынайдан келіп тұр. Мына астындағы квадраттың диагоналын тауып аламыз. Квадраттың диагоналын табу үшін біз не істейміз? А түбір асты 2 ғой, енді ол 12 түбір асты 2. Енді осы 12 түбір асты 2 мен 14-ті квадраттап қоссақ не шығады екен? Мына призманың диагоналы шығады. Ол енді түсінікті, қарапайым есеп. 11-ші есеп. Санды тізбекте бізде B1 мүшесі берілген, B2 мүшесі берілген, Bn қосу 1, Bn қосылған Bn минус 1 бөлінген 2 деген формуладан анықталады дейді. Онда B4-тің мәнін табыңыз деген есеп екен. Так, енді бұл бізде көбісі прогрессияда бөліп қалу мүмкін, B болғаны кейін. Бұл ешқандай да прогрессияның есебі емес, бұл кәдімгі
сандық тізбекке арналған есептер. Арифметикалық геометриялық прогрессияны шатастырмаңыздар. Өз арнайы формуласы беріледі. Енді қараңыздар, b4 табу үшін маған n-нің орнына не қойым керек мына жерде, қараңыздар. 3 қойым керек, сол кезде мынау 4 болады мына жер. Сонда n-нің орнына 3 қойсам, n-ге 3-ке 1 қосылады да 4 болады. Онда мен n-нің барлық жерге 3 қойып шығамын. Мынау b3 болады, мына жер b2 болады, бөлінген 2 болады. Яғни бізге b3 керек, b2 керек екен b4-ті табу үшін. Ал бізде тек қана не бар? b1 мен b2 бар. Онда біз b3-ті таба аламыз. b3-ті табу үшін онда сәйкесінше мына b4 сияқты болады. n-нің орнына 2 қойсаң, мына жер 3 болады. Енді не істейміз? Мына барлығын 2 қойып шықсақ, b2 қосу b1 бөлінген 2 болады деп тұр. Міне осыдан ары қарай жүреміз енді. b2 мен b1 өйткені бізде берілген. 9 бен минус 5-ті қосып 2-ге бөлсек бізде 2. Бұл бізде кім? Бұл b3. Енді жоғарыдағы b3-тің орнына 2-ні қоямын. b2-нің орнына нені қоям? Минус 5-ті қоямын. 2-ге бөлем. Сонда не болады? Минус 1,5. Минус 3 болады. Минус 3-ті 2-ге бөлеміз. Минус 1,5. Есептің жауабы С нұсқасында. Ол да түсінікті шығар деп ойлаймын баршаңызға. Келесі 12 теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Бұл да енді қатты қиын есеп емес, ондай жауаптарын орнына қойып жүрген шығарсыздар онсыз да. Енді түбір астынан шығатын сандарды қойған дұрыс болады. Барынша. Так, x пен y-ті азайтсақ 11 болады дейді. 11 болатын өзі мен мына жерде бір 2 вариант қана көріп тұрмын. С және d сияқты. Екеуін қана азайтқан кезде 11 шығады. Енді d бізде келмейді. Неге? Өйткені 5-тің түбір асы жоқ қой. Онда не болады? Тек қана с келейін деп тұр. 36-ның түбір асысы 6, 25-тің түбір асысы 5, 6-ға 5 қоссақ 11. Сонымен есептің жауабы не болады? Тек қана с нұсқасы. Орнына қойып таба салуға болады екен. Келесі 18-ші есеп, 13-ші есеп, яғни теңсіздікті шешіңіз дейді. Бізге дәл жаңа осыған ұқсайтын бір есеп келген еді. Қайтадан тағы бір есеп беріп соңға ұқсайтын. Бұл жерде айырмашылық не? Бізде бөлшектің алдында не тұр? Минус тұр. Минус тұрғандықтан 4x минус 9 кіші болады 0-ден. Сонда, енді әрқайсысын 0-ге теңестіреміз. Әрқайсысын дегенде тек қана бөлшектің бөлімі ғой. Бөлшектің бөлімін 0-ге теңестіреміз. Яғни 4x минус 9 0-ге теңестірсек, x тең болады 9 бөлінген 4. Так, ары қарай. Сонда не болады бізде? 2,4-тен 1 деп жазайық. Сандар өсіне саламыз. Енді бұл жерде бізде тек қана бір нүкте бар. Ол 2,4-тен 1. Таңба кіші деген сөз. Яғни сол жаққа қарай жүреміз деген сөз. Сонда есептің жауабы минус шексіздіктен. Минус шексіздіктен 2,4-тен 1-ге дейін жай жақша болу керек. Сонда есептің жауабы бізде А нұсқасы болайын деп тұр. Болды. Бұл өте оңай есеп. Келесі 14-ші есеп. Функцияның сындық нүктелерін табыңыз дейді. Енді ұбт-да жалпы мына сындық нүкте деген сөз 3 түрлі болып келеді. Сындық нүкте, күдікті нүкте және кризистік нүкте. Үшеуі де бір ұғым негізінде. Кейбір оқушылар түсінбей жатады, сындық нүкте дегеніміз не деп. Ол кризистік нүкте. Кризистік нүктені табатын ереже өте оңай. Туындысын тауып 0-ге тең деп теңдеу шығарамыз. Туындысын тауып алайық. X-тің 4 дәрежесі туындысы қандай болады? 4x куб минус 36x, ал санның туындысы не болады? 0 болады. Сонда осыны 0-ге тең естіреміз. Енді 4-тің x дәрежесін жақшаң сыртына шығарсақ, x квадрат азайтылған 9 қалады. Енді бұл нүктені теңдеуді шығару қиын емес қой. Әрқайсысын 0-ге теңестірсек, x тең 0, бұл бір шешім. Екінші, x квадрат минус 9 0-ге теңестіреміз. Бұл жерден x тең болады плюс минус 3-ге. Есептің жауабы b нұсқасында плюс минус 3 және 0. Келесі. Бізге қабырғалары 5-6-7 метр болатын үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді.
Так, қабырғаларына байқасақ, бұл бізде қандай үшбұрыш? Кез келген үшбұрыш, ешқандай тік бұрышты үшбұрышта емес, тең қабырғалы, тең бүйірлі үшбұрышта емес. Ал кез келген үшбұрыштың сырттай сызылған шеңбердің радиусын табатын формула ABC бөлінген 4S. Оны біз жатқа білуіміз керек. Сонда ABC дегеніміз кімдер? Ол ана үш қабырғасы. Ол түсінікті бізде дайын тұр. Не жоқ бізде? S жоқ, яғни аудан жоқ. Ал ауданды қалай табамыз біз? Ауданды үш қабырғасы белгілі болса, Герон формасы арқылы табамыз. Так, Герон бізге не дейді? Формулада P минус A, P минус B, P минус C. Бұл жерде P дегеніміз жарты периметр. Сонымен жарты периметр тауып алайық алдымен. P тең 5 қосу 6 қосу 7 бөлінген 2. 11, 18, 2 бөлсек 9. Сонымен түбір астында 9 көбейтілген, 9-дан 5 азайтсақ 4, қайтадан көбейтілген, 9-дан 6 азайтсақ 3, көбейтілген, 9-дан 7 азайтсақ 2. Сонда бұл жерден түбір астынан шығып кетеді. 9 мен 4 көбейтсек 36, 36 түбір астынан 6 болып шығады. Ал 3 пен 2-ні көбейтсек, ол түбір астында 6 болып не істейді екен? Қалады екен. Так, 6 түбір асты 6 бұл бізде ауданы. Болды, бәрі дайын. Енді формулаға салайық. R тең ABC 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 бөлінген 4 көбейтілген 6 түбір асты 6. Бұл жерде 6 мен 6 қысқарады, түсінікті. Сонда алымында 35, бөлімінде 4 түбір асты 6. Енді бізде иррационалдықтан құтылу керек, міндетті түрде. Құтылатын болсақ, түбір асты мен түбір асты 6-ға көбейтеміз екі жақты. Сонда 35 түбір астында 6 бөлінген. 6 мен 6 түбір асты 6-ны көбейтсек 6, 6 мен 4, 24. Есептің жауабы 35 түбір асты 6 бөлінген 24, ол Б нұсқасында тұр. Мат сауаттылықтан курс болады ма онлайн дейді. Жоқ, мат сауаттылықтан қазірше курс әлі жоқ. Қазірше тек математикадан болады курс. Так, 16-шы есеп. Есептеңіз дейді. Котангенс 1 градус, көбейтілген котангенс 2 градус деп осылай не істейді, жалғаса береді. Котангенс 179 градусқа дейін болса, осы есептің мәнін табыңыз дейді. Так, енді бұл есеп өте оңай. Мына нәрсеге мән беріңіздер. Қазір мынау жалғаса беретін болса, бізде мынаның ортасында не бар? Көбейтіліп келген кезде котангенс 90 градус бар, мына ортада. Мыналардың ортасында бір жерде әйтеуір котангенс 90 градус бар. Осы котангенс 90 градустың мәні бізде 0-ге тең. Бұл есеп негізі арнайы сондай құлықпен берілген. Котангенс 90 градус 0 болса, онда бүкіл өрнек не болады? 0 болып кетеді. Сонда есептің жауабы не болады екен? Б нұсқасы. Мына осыған ұқсас бір есептер бар. Қазір мен сіздерге айта салайын. Синус 20 градус, синус 110 градус мысалға, көбейтілген синус 180 градус деген сияқты есептер бар. Бұл жерде қараңыздар. Синус 20 көбейтілген синус 110 көбейтілген синус 180. Енді мына алғашқы екеуінің ешқандай мәнін біз білмейміз, бірақ синус 180 градустан 0-ге тең. Сонда бүкіл өрнек 0-ге тең болады. Осы сияқты есептер жиі келеді. Сонымен келесі 17-ші есепке көшеміз. Так, қалай шығарамыз 17-ші есепті? Оңай жолы, то есть не болады? Орнына қойып көру болады. Берілген сандар, мысалға 1, минус 1 деген өте көп болып тұрған жерде, солардың барлығын қойып көруге болады. Сосын шығарып көреміз қазір. Так, минус 1-ді тексеріп көрейік. Минус 1 көбейтілген, модуль астында минус 1, қосылған 2 көбейтілген минус 1, қосылған 1, бізде не болу керек? 0 болу керек, дұрыс болу үшін. Сонда модуль астынан минус 1 плюс 1, минус 1, мына жерден минус 2, қосу 1. Тең 0 емес екен біз түсініп тұрмыз. Сонда есептің жауабы А емес, Б емес, С емес. Минус 1 бар нұсқаларын бәрін біз не істейді екенбіз? Алып тастайды екенбіз. Так,
Енді не қалды бізде? D немесе E қалды. Енді оны біз екеуін тексеру кішкене қиындау ғой. Миым ашып кетті дейді мына біреу. Так. Не істейміз? Шығарған бұл жерде енді бізге не болады? Дұрыс болатын сияқты. Мына екеуін тексеру кішкене ыңғайсыз болады. Сондықтан шығарып көрейік. Шығару үшін енді бізде модульдің өзін не істеу керек? Бір өзін қалдыру керек. Қазір мен мына жерде орын босатайын. Модульден басқаның барлығын мен басқа жаққа жіберемін. Яғни x модуль астында x отыра берсін. Ал мына екеуін минус 2x минус 1 деп оң жаққа жіберемін. Одан кейін не істейміз? Мына модуль астын қалдырамын. Минус 2x минус 1 бөлінген x деп бөліп жіберемін. Енді мынандай есептерді біз қалай шығаратын едік? Естеріңізде бар шығар, екі рет ашамыз деп. Модульді бірінші өзгертпей, екіншісінде минус деп ашамыз. Сонда бірінші өзгертпей ашайық. Яғни жай ғана x деп ашайық. X тең минус 2x минус 1 бөлінген x деп кәдімгідей ашайық. Сонда x пен x квадрат тең минус 2x минус 1. Оны барлығын берге алып келсек, x квадрат қосылған 2x қосу 1 тең 0. Так, мына жерден не шығайын деп тұр бізде? X плюс 1-дің квадраты тең 0, x тең минус 1 болайын деп тұр, е? Так, минус 1 берген кезде бізде жаңа шыққан жоқ қой. Ол қалай минус 1 болып тұр мына жерде? Қазір тоқтаңыздар, мына жерде біз неден қателес? X квадрат. Так, мына жерде бізде минус 1 болмауы керек. Минус 1-ді берсек, ана жерден. Так, бізде минус 1 деген шығып тұр. Так, оны орнына қойсақ, бірақ бізде шықпай тұр. Қызық болып тұр қазір, мүмкін дұрыс қоймадық. Минус 1 көбейтілген. Модуль астында минус 1. Мына жерде минус 2 қосу 1 болып тұр. Так, минус 1 мен плюс 1 минус 1. Мына минус 2, плюс 1 тең 0. Бұл жерде боламайды. Сондықтан минус 1 бізде жауап қалынбайды. Енді қызық болып тұрған, неге ол мына жақтан бізде шыққаны? Минус 1. Так. Жарайды, біз енді екінші жағдайды шығарып көрейік. Екінші жағдайын шығарып көрейік. Ол бізде енді минус x деп ашқан кезде қалай болады? Так, мына жаққа шығара берейін, астына қарай. Немесе былай қарай істей салайық, слайдыларды. Так, екіншісінде енді біз минус x деп ашамыз модульді. Мұнда минус 2x минус 1 бөлінген x. Так, көбейтеміз екеуін. Минус x квадрат тең минус 2x минус 1. Сонда x квадрат барлығын мына жаққа алып келсем, минус 2x минус 1 тең 0. Бұл бізде бұл жерден енді ештеңе шықпайды. Минус 1 минус 1. Так, мына жерде не болады? Сонда енді ары қарай бұл жерден бізде не шығады? Так, шығарайық мынаны ары қарай. Дискриминант тең болады. 4 қосылған 4 тең 8. Так, енді x тең. Енді бізде 2 плюс минус түбір астында 8 бөлінген 2. Тең болады. 2 плюс минус 8 деген ол бізде 2 түбір асты 2 бөлінген 2. Сонда не болады екен? Есептің жауабы 1 плюс минус. Так, түбір асты 2 екен. Есептің жауабы 1 қосылған түбір асты 2 біреуі, екіншісі 1 азайтылған түбір астында 2. Яғни есептің жауабы қай жерде тұр бізде? Қазір қайтадан қайтарайын. Міне, Е нұсқасында тұр. Өзі түсінікті болды. Минус 1 ол боламайды. Не жерде? Минус 1-дің қалай шыққаны шыны керек түсінікті болып тұр. X плюс 1 тең 0, X тең минус 1 болып шықты. Бірақ ол орнына қойған кезде дұрыс болған жоқ 17-те. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бізде жауап мына жақтан шықты. Міне, 1 қосылған түбір асты 2, 1 азайтылған минус түбір асты 2. Жақсы.
ары қарай 18. Моторлы қайық ағыспен жүзіп А пунктінен Б пунктіне 1,3 сағатта барады. Моторлы қайық ағысқа қарсы жүзіп Б пунктінен А пунктіне 1,9 сағатта барады. Ағыс жылдамдығы 2,4 км сағат болса, моторлы қайықтың меншікті жылдамдығын табыңыз дейді. Так, енді бұл есеп түсінікті, ешқандай бір қиын есеп емес. Бізде жалпы ағыспен жүрген кезде нені түсіну керек? Қайықтың жылдамдығы мен ағыстың жылдамдығы қосылатынын түсіну керек. Яғни x қосу 2,4 болады. Мынау ағыспен жүрген кездегі. Ол ағыспен қанша уақыт жүрді? 1,3 сағат жүрді. Мынау Т көбейтілген В, яғни жолы S. Енді дәл сол жолды қайтарда ол 1,9 сағат жұмсайды. Не үшін? Өйткені енді ол ағысқа қарсы жүзіп жатыр. Яғни x азайтылған 2,4, минус. Мен осындай екеуінің бірақ жүрген жолы бірдей ғой. Дәл сол жолды барып қайтып келді. Сондықтан екі жолды біз не істейміз? Теңестіреміз. Енді мынаның жақшаны ашып, теңдеу шығарамыз. Так, 1,3x қосылған. Так, мына екеуін көбейтсек, так, қанша шығады екен? 3,12. Так, мынаны көбейтсек 1,9x минус 4,56. Енді мына жақта 1,9x көп болғандықтан мен мынаны минусқа алып келемін да, мына жақтан 0,16x шығады. Минус 4,56 мына жаққа қосу болып келген кезде, так, 7,68 болайын деп тұр, 100,68. Енді 0,16-ға бөлсек 12,8 шығады. Сонда есептің жауабы, так, қайсысы? А нұсқасында тұр екен мұны. Түсінікті ғой, 18-ші есеп. Келесі, 19 теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Екі квадраттық теңсіздік берілген. Өте оңай. Так, не істейміз? Вет шығара саламыз бұл жерде. Ең тез жолы. Так, бірінші теңсіздіктен 0-ге теңестірсек, не шығады екен? 2 мен 3 шығады екен. Екіншісінде вет қылатын болсақ, оны минус 4 пен. Бұл жерде ветке келеді. Минус 4 пен не болады? 1 болады екен, дұрыс. Енді не істейміз? Осы екеуін бір-бірімен қиыстырамыз. Так, бірінші теңсіздікті мұнда салайық. Екіншісін мұнда салайық. 2 мен 3 дейді. Так, 2 мен 3-ті қазір белгілейік. 2 және 3. Так, таңбалары плюс, минус, плюс. Таңба кіші деген сөз 2 мен 3-тің арасы. Келесі минус 4 пен 1 дейді. Плюс, минус, плюс бұл жерде де. Таңба үлкен деген сөз. Плюс аралықтарды бояймыз деген сөз. Сонымен қиылысқан жерін біз қарасақ не екен? 1 мен 3-тің арасында екен. Ондай бізде жауап жоқ қой. Так, қай жерден қателестік? Минус 4 пен 1. Кешіңіздер, мен 1-ді 2-нің оң жағына жеріппін ғой. Мына жерде қате кетті. Мынау бізде дұрыс. Так, мына жерде не болады? 1 деген 2-ден кіші ғой. Мына жерде байқамағапсыз. Мынау минус 4 мына жаққа кетеді. Так, плюс, минус, плюс. Таңба плюс боялатын болса, 2 мен 3-тің арасы екен. 2 мен 3-тің арасы. Есептің жауабы міне Д нұсқасында. Так, келесі 20-ші есеп. Диаметрі 4 болатын конустың жасаушысы табанымен 60 градус бұрыш жасайды. Сырттай сызылған сфераның ауданын табыңыз. Так, қазір енді бұл жерге конусты сыза салайық. Так, конус сызайық, сосын сырттай сызылған сфераны көрсетеміз бұл жерден. Так, мына жерге былайынан. Так, 2 жарым.
мынау бізде конус болсын. Так, неге арасы минус болды дейді. Так, теңсіздіктер деген тақырып бар. Рационал теңсіздіктер деген тақырып ютубта, менің осы каналымда бар. Соны қарап көріңіз, неге плюс минус болады, сол кезде барлық толық ақпарат аласыз. Қазір мен оның тоқтап отыра алмаймыз осы сұраққа. Так, бізде конус берілген, диаметр 4 болатын конус дейді. Яғни табанның диаметрі 4-ке тең. Конустың жасаушысы деген мынау, білесіздер, 60 градус бұрыш жасады. Яғни мына жер бізде қанша дейді? 60 градус. Так, кешіріңіз, мен басқа немен жазайын қазір. Мына бұрыш бізде 60 градус. Ондай болса, онда бізде мына жақта не болады? 60 градус болады. Не үшін? Өйткені ол тең берілі. Екеуі де бізде жасаушысы, иә? Онда 60 болса, үшінші бұрышыда не болады екен? 60 болады. Неге? Өйткені үш бұрышының қосындысы 180 градус. Так, онда бізде мынау қандай үш бұрыш пайда болды ортасында? Яғни диагоналдық қимасы бізде тең қабырғалы үш бұрыш деген сөз. Мына табанның диагоналы бізде диаметр 4 болды ғой. Онда жасаушыларда 4 деген не шығады? Қорытынды шығады. Енді бізге сырттай сызылған сфераның ауданын табыңыз дейді. Сырттай сызылған кезде не болады бізде? Сырттай сызылған кезде мына сфера не істейді? Мына конустың былайынан жанап өтеді, мына шеттерін былайынан. Сфераны жалпы мен енді түсінікті болу үшін былай көрсетіп жатырмын. Ол не деген сөз? Сырттай сызылған сфера, мына ішіндегі үшбұрыш бар ғой, диагоналдық қима. Сол диагоналдық қиманың сырттай сызылған несі болып шығады? Шеңбер болады. Сырттай сызылған шеңбер болып қалады. Сонда біз білеміз, мына тең қабырғалы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер болып тұр мынау сфера бізде. Ал тең қабырғалы үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусы А бөлінген түбір асты 3 формуласы. А деген не? А деген осы үшбұрыштың қабырғасы, яғни 4 бөлінген түбір асты 3. Ал осы шеңбердің радиусы әрі жаңағы не болып тұр? Мына сфераның радиусы болып тұр. Сфераның ауданының формасы 4πr квадрат жаттап аламыз. Сфераның бетінің ауданы дейді, кейде жай ғана аудан деп айтады. Сонда 4πr квадрат деген 4 көбейтілген π көбейтілген r квадрат, ол бізде 16 бөлінген 3. 4 пен 16-ны көбейтсек 64 бөлінген 3 көбейтілген π дейді. Ондай нұсқа бізде бар. Д нұсқасында жазылып тұр екен. Міне осындай есеп екен. Келесі 21-ші есеп, берілген бұрышты радиан арқылы жазыңыз дейді. Так, енді бұл бізде қарапайым есеп. Пи дегеніміз ол бізде 180 градус. Ондай болса бізге нені тап дейді? 160 градустың қандай радианға тең екенін табыңыз дейді. Қарапайым пропорциямен таба салуға болады екен. Сонда x тең болады 160 градус көбейтілген пи бөлінген 180 градус. Не істейміз енді? Екеуін қысқартып жіберсек болады екен 20-ға. Сонда мынау 8 пи, мынау 20-ға қысқартсақ бөлінген 9. 8 пи бөлінген 9 ол бізде Е нұсқасында тұр. Бұл түсінікті шығар, оңай есеп. Енді келесі 22-ші есеп. Сандардың ішінен 2 косинус x қосылған түбір асты 3 теңдеуінің түбірі бола алатын сандарды табыңыз дейді. Енді біріншіден бізге не істеу керек? Бұл теңдеуді шығару керек. 2 косинус x тең болады минус түбір асты 3-ке. Косинус x тең болады минус түбір асты 3 бөлінген 2-ге. Бұл есеп қалай шығарылады? Бізде косинустың формасы бар, плюс минус. Так, түбір асты 3 бөлінген 2-ні кестедегі мәні пи бөлінген 6. Егер минус болатын болса, бір сан жетпей қалады. Яғни 5π бөлінген 6. Немесе пиден азайтамыз деп те айтады. Қосылған 2πn. n тиісті z-ке. Енді бізге не деп жатыр? Осы теңдеудің түбірі бола алатын сандар. Не істейміз? n-ге біз мән беріп бастаймыз ол кезде. Қараңыздар. Енді мына жерде
бізде екі жауап шықты негізінде. Мынау бізде екі жауапты біріктіріп береді. Ол екі жауап қандай? Біреуі 5π бөлінген 6 қосылған 2πn деген жауап. Екіншісі минус 5π бөлінген 6 қосу 2πn деген жауап. Плюс минус деген сол. Екеуі бар деген сөз. Енді бізге не істеу керек? Осы екеуінің ішінен мынаның ішінен шығатын сандарды табуымыз керек. Ол үшін не істейміз? N-ге біз 0 деген саннан бастап бере бастаймыз. 0, 1, 2 деп кете береді. Бірінші, мына бірінші теңдеуді енан 2 деп белгілеп қойын. Біріншісінен n-ге 0 беріп көрейік. Бірінші теңдеуге. n-ге 0 берсек, 2π көбейтілген 0, 0 болады. 5π бөлінген 6 шығады екен. 0 берсек, n-ге 0 бердім мен бірінші теңдеуге. Ондай жауап бар ма? Бар, міне тұр. H нұсқасы 5π бөлінген 6 шықты. Енді n-ге мен 1 беріп көрем. Біріншісіне әлі де. 1 берсем, не болады? 5π бөлінген 6 қосылған 2π болады. 2π-ді қоссақ, ортақ бөлім 6 болады да. 17π бөлінген 6 дейді. Ондай нұсқа мүлдем жоқ. Яғни ары қарай n-ге мән берудің мағынасы жоқ. Өйткені үлкен бұрыштар шығып кетеді ары қарай. Сонда бізде міне бір жауап шықты. Енді екінші теңдеуге келеміз. Екінші теңдеу минус 5π бөлінген 6 қосу 2πn дегенге енді n-ні не істейміз? 0 беріп бастаймыз. Минус 5π бөлінген 6, n-ге 0 берсек, мына жақ 0 болады. Минус 5π бөлінген 6 өзі шығады. Ондай жауап бар ма? Так, бар екен, кешіңіздер. Так, екінші жауабы минус π бөлінген 6 міне тұр. Т. Енді екінші теңдеуге n-нің орнына 1 беріп көреміз. Так, n-нің орнына 1 берсек, так, не болады қазір көрейік. Минус 5π бөлінген 6 қосылған 2π. Так, 2π-ді берсек, мына жерде 6 болады. 6 көбейтілген 2, 12π, минус 5π, 7π бөлінген 6 болады. Ондай бар ма? Бар екен, міне G нұсқасында тұр. Сонда бізде 3 түбірі шықты міне. Ары қарай басқа түбірі шығу мүмкін емес. Өйткені бізде максимум 3-ақ жауап болуы мүмкін. Міне есептің жауабы 3 болады екен. Сонда біз n-ге 0, 1 деген сандарды беріп тауып алады екенбіз. Түсінікті ғой бұл, мағынасы жалпы. Так, ары қарай жалғастырайық. Біз 25-ші есепке кеттік па? Минус 1, минус 2 дейді. Жоқ, оларды беріп ешқандай несі жоқ, мағынасы жоқ. Өйткені бізде ол минус бұрыштар шығып кетеді ол кезде. Ал мына жерде байқасаңыздар, барлығы қандай бұрыштар еді? Қазір қояйын. Барлығы мына оң, көбісі оң бұрыштар. Бір ғана минус тұр, қалғандардың бәрі қандай? Оң бұрыштар екен. Так, келесі есепке көшейік. Так, 25 дейді, бізде 1-2 есеп қалып қойған ғой. Так, қазір кешіріңіздер. Қазір, бір минут. Ол есептер қайда кетті? 23 пен 24-ке келген едік қоя. Қазір мен, кешіңіздер, қосам оларды. Қазір, кішкене күте тұрсаңыздар. Мен оларды қосуды қалдырып кеттім. Қазір бір минут уақыт берсеңіздер, қосып қоям. Қазір
Так, сонымен 23-ке келген едік бізде жаңа. Қазір мен оны мынада қосып қойдым астына қарай. Так, 23-ші есеп теңдеулер жүйесінің шешімдері дейді. Так, өте оңай есепті берген екен 23-ке. Екеуін қосып жіберсек болады екен, қараңыздар. Екі теңдеуді бір-біріне қосып жіберсек, минус плюс 3y пен минус 3y не істейді? Жойылып кетеді да, 4x тең 12 болады. Так, тең 12. Сонда x тең болады бізде 3-ке. Енді y-ті табу үшін x-ті орнына апарып қоя салуға болады. Кез келген теңдеуге, мысалға мен астындағы екінші теңдеуге немесе үстіне қойып көре салайын. 3-ке 2-ні көбейтемін 6, 6-ға қосамын 3y-ті тең болады менде 3-ке дейді. 3y тең болады менде 6-ны азайтып жіберсем минус 3, y тең болады минус 1-ге. Яғни 3-те минус 1 деген жауапты іздейміз С нұсқасында. Сонымен бізде 23-ші есеп шықты. Келесі 24-ші есеп. Оқушы кітаптың 23%-ін оқығанда қалған беті 231-ге тең болды. Кітаптың барлық беті өте оңай есептер екен мына екеуі де. 23%-ын оқыған кезде дейді, қалғаны дейді. Қанша пайыз қалды ар жағында? 77% қалды ғой. Осы қалған 77%-ы 231-ге тең болса, онда бізге не табу керек? 100%-ын табу керек. Яғни барлығы қанша бет болған. Не істейміз? Пропорция 100 көбейтілген 231 бөлінген 77. Так, 77 мен 231-ді бөлсек бізде 3, яғни x тең 300. Сонда бастапқы кітаптың барлық беті 300 болған С нұсқасында тұр. Так, түсінікті ғой, 23 пен 24 сондай бір қатты қиын есептер емес екен. Онда біз 25-ке қайтып ораламыз. Ал кеттік. Берілген теңсіздіктің шешімі болатын аралықтар дейді. Өте оңай теңсіздік. X минус 7 үлкен 0-ден дейді. Әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. X тең 0-ге, X тең 7-ге. Енді не істейміз? Бұны интервалға саламыз. Так, 0-ді белгілейміз, 7-ні белгілейміз, плюс, минус, плюс, таңба үлкен деген сөз, плюс аралықтарды жауапқа ал деген сөз. Яғни минус шексіздіктен 0-ге дейін жай жақша, 7-ден плюс шексіздікке дейін дейді. Бізге не істеген екен? Минус шексіздіктен 0-ге дейін деген жауапты бермеген. Шешімі болатын аралықтар дейді. 7-ден плюс шексіздікке дейін дегенді берген. Мұны тұр. Так, минус шексіздіктен 0-ге дейін деген бар екен. Сонымен есептің жауабы С және G нұсқасында. Келесі 26-шы. Бізде осымен нешінші теңсіздік мынау? 5 немесе 6-шы теңсіздік, қателеспесем бір нұсқаның ішінде берілген. Келесі теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. Көрсеткіштік теңсіздік 0,10-нан 2-нің 2x минус 1 дәрежесі кіші 1 деген ол кез келген санның 0 дәрежесі екенін білетін шығармыз. Сонымен 0,2 мен 0,2 қысқарып кетеді. Мына жақта не шығатыны түсінікті. Ал астында біз не істейміз? Логарифм келген кезде бірінші біз анықтау обысын аламыз. Яғни 50 плюс x 0-ден үлкен анықтау обысы. Одан кейін мағынасына келеміз. 50 қосу x таңба өзгермейді, үлкен. LG деген 10, 10-ның 1 дәрежесі 10. Сонда біз мынандай не шығарады екенбіз? 3 теңсіздіктің жүйесін шығарамыз. Жоғарыда не болып жатыр, қараңыздар. 2x минус 1 бұл жерде таңба өзгереді, өйткені 0,2 деген 1-ден кіші. Және мына жақта не болып жатыр? X үлкен минус 50-ден, x үлкен минус 40-тан. Және жоғарыда не тұр? X үлкен немесе тең 2-ден 1-ден. Бұл жерде онда есептің жауабы түсінікті болып тұр бізде. Үшеуінде қиылыстырсақ, бізде ең үлкені 2-ден 1 деген сан болып тұр ғой, көріп тұрсыздар. Сол болады есептің жауабы, қараңыздар. Минус 50-ден үлкен дейді. Минус 40-тан үлкен дейді. Және неден үлкен? 2-ден 1-ден үлкен дейді. Онда есептің жауабы 2-ден 1-ден плюс x-ке дейін А нұсқасында. Бір қиын есепті емес екен бұл да. Келесі. Так.
берілген функцияның арасынан тақ функцияларды көрсетіңіз дейді. Так, қараңыздар. Берілген функциялардың арасынан тақ функцияны көрсет дейді. Тангенс пен котангенстің көбейтіндісі не болады? Бізде 1-ге тең. Яғни бұны біз 1 қосу x деп алсақ болады. Енді қараңыздар. 1 деген сан, x деген ол тақ функция, ал тақ функциямен бір сан қосылса немесе азайтылса, ол бізде аралас функцияға айналып кетеді. Яғни жалпы жағдайдағы не болады? Функция болады. Сонда бізде a деген тақта емес, жұпта емес, бізге тақ функцияны табу керек. A жауабы дұрыс емес. Келесі. B нұсқасында синус 2x деген тақ функция, синус x деген тақ функция. Тақ функция мен тақ функция бөлінсе немесе көбейтілсе, ол жұп функцияға айналады. Минус пен минус таңба сияқты болады. Сонда ереже бар өз. Сонда мынау бізде жұп функция болып кетеді екен. Бұл бізге керек емес. Келесі. С нұсқасында x квадрат деген жұп функция, косинус деген жұп функция, жұп пен жұп көбейтілсе, әрине плюс пен плюс көбейтілсе не болады? Плюс шығады, сондықтан бұл да бізде жұп функция екен. 1 деген сан, синус квадрат келген кезде ол жұп болады. Жұп функцияның қасында сан қосылса немесе азайтылып тұрса, бізге ешқандай айырмашылық жоқ, ол бәрібір не болады? Жұп болады. Келесі. Е нұсқасында котангенс дегеніміз тақ функция, синус дегеніміз тақ функция мен тақ функция көбейтілсе, яғни минус пен минус көбейтілсе не болады? Плюс болады. Сондықтан бұл да бізде жұп функция екен. Синус x дегеніміз тақ функция, x квадрат дегеніміз жұп функция, тақ функцияны жұп функцияға бөлген кезде, көбейткен кезде, немесе минус пен плюс көбейтілсе немесе бөлінсе не шығады? Минус шығады. Яғни бізде міне шықты, бір тақ функция шықты. F. Келесі. G. X квадрат дегеніміз жұп, тангенс дегеніміз тақ, жұп пен тақты көбейтсек, яғни плюс пен минусты көбейтсек, не болады? Қайтадан мына жерден тақ функция шығады. Міне тақ функция, яғни 2 жауап шықты. H нұсқасында косинус дегеніміз жұп функция, x дегеніміз тақ функция, ал жұп пен тақ функцияны көбейтсек немесе бөлсек, дәл f сияқты бұл да тақ функция шығады. Сонда есептің жауабы FGH болады екен 27-те. Келесі 28. Мынада екі вектор берілген бізге a және b векторлары. Төмендегі сандардың арасынан c тең 3a қосылған b векторының абсолюттік шамасын және c векторының координаталарының қосындысын табыңыз дейді. C деген вектор абсолюттік шама деген ұзындығы деген сөз, және векторлардың координаталарының қосындысы дейді. Енді бұл өте оңай есеп. C тең бізге бірінші a-ны 3-ке көбейтіп ал дейді. 3a деген a-ны 3-ке көбейтіп алсақ 3 пен 6 болады координаталар. Оған қос дейді. b-ны, b-дің жазып қой координатасын 1 мен минус 3. Ал екі векторды қосқан кезде олардың сәйкес координаталары қосылады. Яғни 3 пен 1 қосылады 4, 6 пен минус 3 қосылады плюс 3. 4 пен 3. Бұл c векторының несі? Координаталар. Бізге c векторының абсолюттік шамасы деген ол ұзындығы. Ұзындығын табу үшін формула бар. Координаталарын квадраттап қосамыз. Яғни 16 қосылған 9 тең 25. Ол 5 деген сөз. Ұзындығы 5-ке тең h нұсқасында. Координаталардың қосындысы дейді. 4 пен 3-ті қоссақ не болады бізде? 7. G нұсқасы. Есептің жауаптары G және H. Болды, түсінікті бұл. Келесі. Бізде функциясының графигін алуға болатынын көрсетіңіз. Қалай алуға болады дейді. Біріншіден, x-тің жанында тұрған санға қараймыз. Егер минус 2 болатын болса, онда керісінше OX өсі бойынша не істеген екен? 2 бірлік 10-ға жылжыған екен. OX өсі бойымен 2 бірлік 10-ға жылжытамыз деген E нұсқасында тұр. Одан кейін көбейтілген 2 деген ол уже x-ке қатысы жоқ, өйткені жақшаң сыртында тұрған сан. Ол енді y-ке қатысты. Көбейтілген кезде y 2-ке көбейтіліп жатыр. Яғни y өсімен 2 есе не істеп жатыр? Созылып жатыр. Міне, есептің жауаптары A және E нұсқасы. Келесі. Конустың бүйір бетінің ауданы табанының ауданынан 2 есе артық болса, конустың бүйір беті жазбасының бұрышына тең болатын жауаптар дейді. Ал көрейік бұл не дейді. Конустың бүйір беті дейді. Конусты салайық бірінші.
Так, конустың бетінің ауданы, бер бетінің ауданы бізде не ол? Ол PRL. PRL табанның ауданынан 2 есе артық. Табан дегеніміз не? PR квадрат. Яғни PR квадраттан 2 есе артық болса, 2 PR квадрат деген сөз. Осы жерде не шығады? P мен P қысқарады, 1 R мен R қысқарады. Сонда L тең қаншаға? 2 R-ге. Енді бізде жазбасы деген, мына конустың бір жерінен қиып жазып жүрген кезде не шығады бізде? Мынандай бір қағаз шығады, мынаны конусты жазып жіберсек. Мынаны қайтадан жинасақ, бізде мынандай конус пайда болады. Осының мына бұрышын тап деп жатыр бізге альфаны. Енді бұның негізі арнайы дайын формуласы бар, ол формула қайдан шыққан? Мынау бізде не? Мынау L жасаушысы. Мынау не? Мынау табандағы шеңбердің ұзындығы осылай созылып кетті. Сондықтан біз оның ұзындығы не істей аламыз? 2πr деп аламыз. Мына ұзындық, иә? Сонымен енді бізге не табу керек? Альфаны табу керек. Альфа қалай болады? Бізде кәдімгі пропорциямен шығады, оның формасын қазір шығарамыз. Альфаның формасын қайдан шыққанын білген дұрыс болады. Егер бізде мына шеңбер негізді жалпы алатын болсақ, үлкен шеңбер ғой. Осы шеңбердің барлығы ол неге тең? 2πl-ге тең. 2πl. Ол егер 360 градусты қамтып тұрса, L деген үлкен шеңбердің радиусы, сондықтан 2πl дедім. Ал бізге қай жер керек? Бізге мына альфа керек. Ал альфа деген нені қамтып тұр? 2πr-ді. Ондай болса, альфаны осы жерден тапсақ не болады екен? 2πr мен 360 көбейтіледі, бөлген кезде r бөлінген L көбейтілген 360. Мынау бізде конустың жазбасының бұрышы. Конустың жазбасының бұрышы альфа тең r бөлінген L көбейтілген 360. Ал бізде не шықты? Бізде L тең 2r деген өрнек шықты бағана. Осыны алып кеп орнына қоямыз. Сонда тең болады r бөлінген 2r көбейтілген 360. R менен қысқарады, 360 2-ге бөлсек не болады? 180 градус болады екен. 180 градус деген F нұсқасында тұр. Одан кейін ол P деп берілуі мүмкін, е? P деген A. Міне болды есептің жауабы.